1955 жылдың қазанында Мәскеуді жабық жүйелердегі үлкен өзгерістер қарсаңында болатын өзіндік бір мазасыз күту сезімі билеген еді. Құжат бойынша есімі Леонид Остапенко болатын адам Чистый пруды жағына қарай бет алған 3-ші нөмірлі трамвайдың баспалдағында тұрып, жаңбыр тамшыларының сұр шаңды кесіп, терезе бойымен қалай баяу сырғып бара жатқанын бақылап тұрды. Ол сол кездегі техникалық интеллигенцияның типтік өкілі сияқты көрінетін. Үстінде тозған дөрекі шұға пальто, маңдайына қарай түсірілген кепка және тұтқасы майланған былғары портфель. Портфель ішінде станок жасау зауытына арналған бөлшектердің сызбалары жатты. Алайда бұл сыртқы бейненің астында американдық барлаудың ең мықты дайындалған аналитиктерінің бірі жасырынған еді. Оның санасы мемлекеттік құрылымның мінсіз реттелген механизмдерінен аномалияларды іздеуге бапталған болатын. Оның құлауы сатқындықтың немесе қарсы барлаудың керемет жұмысының нәтижесі емес еді. Бұл кеңестік шындықпен бетпе-бет келген материалдардың таза физикасы болатын. Трамвай Киров көшесіндегі бағдаршамға тоқтағанда, вагонға 2 милиция патрулі мен азаматтық киімдегі бір адам кірді. Бұл қала орталығында күдікті адамдардың жүргені туралы соңғы қауесеттерге байланысты күшейтілген әдеттегі паспорттық режимді тексеру еді. Леонид сабырмен төлқұжатын ұсынды. Ол құжаттың Лэнглидің ең жақсы зертханаларында жасалғанын білетін. Қағаздың тығыздығы дәл келетін, су белгілері түпнұсқамен бірдей еді, ал қаріп мемлекеттік стандартқа толық сәйкес келетін. Бірақ оперативник, капитан Соколов, мұхиттың арғы жағындағы агенттерді оқыту кезінде ескерілмеген өзіндік бір ерекше тәжірибеге ие еді. Соколов төлқұжатты ашып көзін сығырайтып бір сәтке кідіріп қалды. Оның назарын беттерді ұстап тұрған қапсырмалар скрепки аударды. Сол кездегі түпнұсқа кеңестік төлқұжаттарда қарапайым аз көміртекті болаттан жасалған қапсырмалар қолданылатын. Мәскеудің ылғалды климатында 1-2 жыл пайдаланғаннан кейін олар тотыға бастайтын. Қағазда өзіне тән тот басқандақтар коррозия шеңберлерін қалдыратын. Бұл құжаттың шынайылығының өзіндік белгісі іспетті еді. Остапенконың төлқұжатындағы қапсырмалар жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалған болатын. Құжатта көрсетілген берілген күннен кейін 3 жыл өтсе де, олар жаңа сияқты жарқырап тұрды. Тот баспайтын болат стратегиялық материал болып саналатын, және турбиналар мен медициналық құралдар өндірісіне жұмсалатын елде, оны кеңсе қажеттіліктеріне пайдалану мүмкін емес ысырапшылдық еді. Осы бір кішкентай деталь, тот басқан әлемдегі таза металдың жылтыры, оның көп жылдық аңыз тарихының күл талқанын шығарған нүктеге айналды. Баршаңызға ыстық сәлем достар. Бүгін Леонид Остапенконың оқиғасын талдаймыз. Терең бүркемелеу, ракеталық құпиялар және тот баспайтын болаттың апатты жылтыры. Бұл сюжеттің қаншалықты шынайы екенін және қарапайым материалдар физикасы ең мінсіз аңызды қалай құлата алатынын түсіну үшін талдап көрейік. Оны бірден тыңшы ретінде жіктеген жоқ. Қауіптің ауқымын түсінген Леонид бірден қосалқы жоспарын іске қосты. Ол құжатты қолдан жасағанын мойындап, өзін палтаба түбінен келген, құқықтарынан айырылмау, және Мәскеуде жұмысқа орналасу үшін жалған төлқұжат сатып алған кулактың ұлымын деп мәлімдеді. Көсем өлгеннен кейінгі ішкі аласапыраннан шаршаған жүйе инерция бойынша жұмыс істеді. Оны құжатты қолдан жасағаны және Астанада заңсыз тұрған үшін айыптап, 10 жылға түзеу еңбек лагеріне соттады. Осылайша, 5 типті 6 жаңа ракеталық алаңның координаттары туралы бірегей ақпаратты тасымалдаушы Леонид Остапенко солтүстік Оралдың етегіндегі нөмірі 42-ші ерекше лагерге бара жатқан ЗЭК вагонынан бір-ақ шықты. 42 лагер максималды оқшаулау заңдары бойынша жобаланған тұйық инженерлік жүйе болатын. Аудан секторларға бөлінген, олардың әрқайсысы кернеу астындағы тікенек сымның 3 қатарымен қоршалған. Периметр бойынша 360 градусқа бұрылатын прожекторлармен жабдықталған мұнаралар тұрды. Алайда темір тордың артына түскен Леонид сары уайымға салынған жоқ. Материалдардың кедергі коэффициенттерімен және логистикалық тізбектермен жұмыс істеуге дағдыланған оның санасы қоршаған ортаны әдістемелік түрде зерттей бастады. Ол уақыттың оның басты жауы екенін түсінді. Ракеталық шахталар туралы ақпарат күн санап ескіріп жатты. Жарты жылдан кейін кешендердің орналасуы туралы мәліметтер пайдасыз болып қалады, ал оның миссиясы мәңгілік тоңда босқа мерзім өтеуге айналады. Оны ауыр техникалар, тракторлар, орман тасығыштар және дизельді генераторлар жөнделетін механикалық шеберханаларға жіберді.
Леонид үшін бұл тамаша орын еді. Мұнда ол күдік тудырмай, күзеттің биологиялық компонентін бақылай алатын. Ол тез арада сынық иінді білікті қалпына келтіретін, немесе Т-74-тің отын жүйесін бір кесек сым мен ескі шүберектің көмегімен баптай алатын теңдессіз шебер ретінде танылды. Оның инженерлік басымдығы манипуляция құралына айналды. Ол өзін нысанада ұстап тұрғандардың мінезі мен әлсіз тұстарын зерттей бастады. Оның жоспарындағы басты тұлға лагердің шаруашылық бөлімінің бастығы сержант Дьяков болды. Дьяков жүйенің классикалық өнімі, оның дүниетанымы жарғымен, ал амбициясы бастықтардан қорқумен және ұсақ пайда күнемдікпен шектелген адам еді. Леонид Дьяковтың үнемі бұзылып қала беретін өзінің жеке М-72 мотоциклін жөндеу идеясына берілгенін байқады. Остапенко көмегін ұсынды, көп ұзамай шеберхана сержант үшін күш алатын орынға айналды. Жөндеу барысында Леонид Дьяковтың психологиялық қорғанысын қабат-қабатымен ақырын аша бастады. Ол оған ашық пара ұсынған жоқ, ол тәуелділік атмосферасын қалыптастырды. Сержант бұл жуас, зек инженердің кез келген мәселенің шешімін білетініне үйреніп қалды. Сонымен қатар Леонид физикалық кедергі жүйелерін талдауға кірісті. Механикалық шеберханалар лагерь штабының әкімшілік ғимаратынан небәрі 200 метр жерде орналасқан техникалық аймаққа тиіп тұрды. Шеберхана мен штаб арасында Леонид назардың сөну сектор деп атаған аймақ жатты. Бұл ескі қосалқы бөлшектер мен құрылыс қоқыстары үйілген топырақ учаскесі еді. Ол жер бедерінің ерекшеліктеріне және жанар-жағармай қоймасынан түсетін көлеңкеге байланысты екі негізгі мұнарадан көрінбейтін. Леонид мұнара прожекторлары бұл секторды әр 45 секунд сайын айналып өтетінін, осылайша 12 секундтық толық қараңғылық терезесі қалатынын есептеп шығарды. Осы 12 секунд оның болашақ есебінің негізі болды. Ол әзірлеп жатқан қашу жоспары тайгамен марафон жасауды немесе орманда тығылып жүруді қарастырмады. Леонид 15 температура мен 80 ылғалдылықта адам ағзасы 24 сағаттық автономды өмір сүруден кейін тиімді қозғалу қабілетін жоғалтатынын түсінді. Аймақтан шығудың жалғыз шынайы жолы санаулы сағаттарда жүздеген шақырымды бағындыра алатын көлік құралын пайдалану еді. Оның мақсаты ұшақ болды. 55 жылы солтүстік Орал лагерлері негізінен әуе арқылы қамтамасыз етілетін. Нөмірі 42-ші лагердің әкімшілік корпусының жанында трактор шынжыр табандар мен бетон күйіне дейін нығыздалған, ұзындығы 850 метрлік топырақ қону жолағы дайындалған болатын. Леонид ұшып келу кестесін зерттеді. Аптасына бір рет аэродромға Ли-2 қонатын. Бұл американдық Дуглас 47-нің кеңестік модификациясы. Ол бұл машинаны соңғы бұрандасына дейін білетін. Шассиі жиналмайтын, дайындалмаған алаңқайлардан ұшалатын екі моторлы төмен план. Басты мәселе ұшақты иемдену емес, күзеттің барынша бейберекетсіздігі жағдайында жүйенің оны тура өз қолына жеткізіп беруіне мәжбүрлеу еді. Остапенко басқарылатын хаос әдісін қолдануды ұйғарды. Ол тұтқындар арасында өндіріске белсенді қатысатындар үшін алдағы уақытта рақымшылық болатыны туралы қауесет тарата бастады. Сонымен бірге әкімшілік тегін жұмыс күшін сақтап қалу үшін Мәскеуден келген бұйрықтарды жасырып отыр деген ақпаратты астыртын жеткізді. Бұл әлеуметтік инженерия мінсіз жұмыс істеді. Лагерде іштей басылған шиеленіс өсе бастады. Леонид 50-ші жылдардағы паранойя жағдайында тұтқындар арасындағы кез келген толқу басшылықта тек бір ғана реакция, жоғарыдан келетін тексерістен қорқу сезімін тудыратынын білді. Ол сержант Дьяковқа 5-ші барактағы зектер жұмыстан жаппай бас тартуды және айдауылға шабуыл жасау үшін өткір-үшкір заттар дайындап жатқандығы туралы ақпаратты ақырын жеткізді. Шенін жоғалтып алудан қорыққан Дьяков жоғары жаққа баяндады. Бірнеше бұрмалау сүзгілерінен өткен ақпарат саяси элементтердің ауқымды көтерілісі дайындалып жатқаны туралы есепке айналды. Леонидтің есебі бюрократиялық логикаға негізделген еді. Бүліктің алдын алу үшін лагерге міндетті түрде М басқармасынан жоғары лауазымды инспекция келеді, және олар ұшақпен ұшып келеді. Бұл комиссияны мұндай қиян шетке жылдам жеткізудің жалғыз жолы еді. Енді оның міндеті шеберханадан шығудың техникалық дайындығы болды. Оның жұмыс орнының терезесі аэродром жаққа қарайтын. Тор кірпіш қалауына терең орнатылған 12 мм арматурадан жасалған еді.
Бір ай бойы Леонид радиаторларды дәнекерлеуге арналған, зертханадан аз-аздап ұрлап шығып жүрген қышқылды флюсті пайдаланды. Әр түнде ол темір шыбықтардың бірінің негізіне қышқылды абайлап жағып, электрохимиялық коррозия процесін жеделдетті. Ол металды жай ғана егеп қойған жоқ, оның құрылымын молекулалық деңгейде әлсіретті. Қажетті сәтте, бір шұғыл сілкініс жасаса, шыбықтың ұясынан шусыз шығатынын білді. Бүркемелеу үшін ол графитті май мен цемент шаңының қоспасын қолданды. Бұл ескі тоттың түсін мінсіз қайталайтын. Сонымен қатар ол құралдарды дайындаумен айналысты. Ресора сынығынан ол Ли-2 кабинасының есік құлыптарына сәйкес келетін әмбебап кілт жасап алды. Ол ұшқыштардың лагердің сыртқы күзетінің сенімділігіне сеніп, ұшақты қарапайым штифтті құлыпқа жауып кететінін білетін. Күн сайын Леонид хронометраж жүргізді. Ол ағаш тиелген жүк көлігінің қақпадан бақылау өткізу пунктіне дейін жүретін уақытын белгіледі. Күзеттің ауысымына қажет уақытты, тіпті дизельді генератордың капотындағы қардың еру жылдамдығында есептеді. Ол өз өмірін математикалық формулалар жиынтығына айналдырды. Маңызды қонақ келген сәтте жеке құрамның лагер бастығынан бастап соңғы қарауылға дейін бүкіл назары ұшақ трапына және баяндама жасау рәсіміне аударылатынын анықтады. Бұл жүйенің функционалды соқырлық нүктесі. Ұшақтың келуі туралы ақпаратты ол оқиғадан 2 күн бұрын білді. Сержант Дьяков шеберханада жүйкесі жұқара шылым шегіп тұрып, ертең немесе бүрсігүні Свердловскіден Дәуішке ұшып келетінін, соңғы шегеге дейін тінтетінін айтып қалды. Леонид өз уақытының келгенін түсінді. Ол өз қорларын тексерді. Оның қолында теріні үсуден қорғау үшін пайдалануды жоспарлаған 300 грамм техникалық май және бөтелке тығынында қалқып тұрған магниттелген инеден жасалған қолдан жасалған компас болды. Ол жаяу жүруді жоспарлаған жоқ, бірақ оның бойындағы инженер барлық қауіпсіздік жүйелерін қайталауды, дублирование талап етті. Қашу алдындағы түнде Леонид ұйықтаған жоқ. Ол басында H62-ир қозғалтқыштарын іске қосу алгоритмін айналдырды. Құю сорғысымен 5 рет айдау, от алдыруды қосу, стартер түймесін басу, май қызғанша айналымды ұстап тұру. Ол егер қозғалтқыштар салқын болса, олар бірден от алмауы мүмкін екенін, және бұл күзетке бағалы секундтар беретінін білді. Бірақ ол Ли-2 қонып, генерал рапорт қабылдап болғанша қозғалтқыштардың критикалық температураға дейін суып үлгермейтініне сенімі артты. Оның жоспары минимализмнің шедеврі еді. Ешқандай қару, ешқандай дөрекі күш жоқ, тек психология, физика және механика білімі. Ол шеберхананың бұрышында бүрсіп отырып, күңгіт шамға қарап, жүрек соғысын санады. Минутына 72 соққы. Сабырлы адам үшін қалыпты пульс. Ол ракеталық шахталардың координаттарын мантраға айналдырып, соларды ойлауға өзін мәжбүрледі. 48 солтүстік ендік, 42 шығыс бойлық. Бұл цифрлар оның бостандық әлеміне баратын рұқсат қағазы, әрі ең ауыр жүгі еді. 22 қараша таңы бұлтты болды. Төмен бұлттылық, төмен биіктікте ұшу үшін мінсіз бүркемелеу. Леонид шеберхананың шаң басқан терезесінен плацта күзет ротасының сапқа тұрып жатқанын көрді. Офицерлер сарбаздардың сырт келбетін тексеріп, ары-бері жүгіріп жүрді. Бәрінің жүйкесі сыр беріп тұрды. Леонид әкімшіліктің санасында қалыптастырған көтеріліс қажетті шиеленіс фонын жасады. Күзет жауды барактардың ішінен көрді, бірақ ешкім ең жуас және пайдалы тұтқын тарапынан шабуыл болады деп күтпеген еді. Сағат 14:00 шамасында көкжиек жақтан төмен тербелісті гуіл естілді. Бұл дыбысты Леонид мыңның ішінен танитын еді. 9 цилиндрлі 2 мотор бір қалыпты, іркіліссіз жұмыс істеп тұрды. Ұшақ оңтүстік жақтан қонуға бет алып, жерге тиген сәтте тікенді қар тозаңын аспанға көтерді. Бұл стандартты сұр түске боялған Ли-2 болатын. Ол топырақ жолмен баяу рульдеп келіп, Остапенканың шеберхана терезесінен 150 метр жердегі штаб корпусының қарсысына тоқтады. Леонид ұшаққа қарай лагер бастығының жүгіріп бара жатқанын, есіктің ашылып, траптың түсірілгенін көрді. Кабинадан былғары күрте киген 2 жас жігіт, ұшқыштар шықты. Олар өте жайбарақат көрінді. Олар үшін бұл проблемалы аймақ болса да, кезекті жай ғана рейс еді. Генералдың соңынан штабқа қарай бет алған олар, ыстық тамақ пен тынығудан үміттеніп, бортты қалдырып кетті.
Мұнарадағы күзетшілер бұл сәтте тек генералдың лампастарына, шалбардағы жолақтарына қарап тұрды. Остапенко орнынан тұрып терезеге жақындады. Оның қолдары дірілдеген жоқ. Ол алдын ала дайындалған шүберекті алып, тордың әлсіреген шыбығына орап, бір рет қатты әрі дәл есептелген сілкініс жасады. Қышқыл жеп қойған металл кірпіш қалауынан дыбыссыз шықты. Жол ашық еді. Оның алдында қар басқан дала, ал оның соңында оны осы шындықтан жұлып әкете алатын, оталған күйде тұрған жылы машина тұрды. Өміріндегі ең қауіпті кезеңнің басталуына 10 секундтан аз уақыт қалған еді. Ол суық ауаны жұтып, бір сәт кідірді. Оның көзінде лагердегі өлім мен өркениетті құтқару арасындағы жалғыз көпірге айналған ұшақтың сүр фюзеляжы шағылысты. Леонид Остапенко ағаш ұстасы цехының сыртына, қатып қалған топыраққа аяғы тиген сәтте бір сәтке қатып қалды. Шеберхана қабырғалары шектемеген суық ауа өкпесіне соғып, оның инженерлік әлемінен тыс жерде Орал қысының қатал физикасы бар екенін есіне салды. Оның жанары небәрі 150 метр жерде тұрған Ри-2-ның сүр фюзеляжына қадалды. Осы секундтарда ол адам емес, ол шыңдалған алгоритмдер жиынтығы еді. Ол батыс және солтүстік мұнаралардың прожекторлары бұл секторды әр 45 секунд сайын қиып өтетінін білді. Жарық сәулесі ол тығылуды жоспарлаған құрылыс қоқыстарының үйіндісінен қайта өткенше оның иелігінде тура 11 секунд қалды. Ол еңкейіп, алақанымен қарға тиер-тимес болып, артық дыбыс шығармас үшін дене салмағын өкшеден бақайына ауыстыра отырып қозғалды. Оның үгінді мен машина майы сіңген киімі табиғи камуфляж қызметін атқарды. 30 секундта ол бетон плиталарға жетті. Жүрегі минутына 110 соққы жиілігімен соғып тұрды. Бұл оның сезімдерін ұштап, ормандағы әрбір дыбысты нақты акустикалық сигналға айналдырған бақылаудағы стресс еді. Ол алыстан, штаб жақтан ауыр есіктің тарс етіп жабылғанын және офицерлердің бәсең дауыстарының жел гуіліне сіңіп кеткенін естіді. Бұл генералмен кездесу хаттамасы, лагер бастығының кабинетіндегі ресми бөлімге ауысқанша оның шамамен 3 минут уақыты бар дегенді білдіреді. Соңғы 50 метрлік өлі аймақты еңсеріп, Леонид ұшақтың бауырының астынан бір-ақ шықты. Мұнда ыстық май мен Б-70 авиациялық бензинінің иісі аңқып тұрды. Бұл иіс ол үшін кез келген парфюмнен артық еді. Бұл жұмыс істеп тұрған жүйенің иісі болатын. Ол тежегіш барабандарынан шыққан жылуды сезініп, шасси тірегіне арқасымен тығылды. Қозғалтқыштар небәрі 10 минут бұрын өшірілгендіктен, радиаторлардағы май әлі қоюланып үлгермеген еді. Ол ішкі қалтасынан ресіра болатынан жасалған қолдан жасалған кілтін шығарды. Жүк бөлімі есігінің құлпына салғанда қолы дірілдеген жоқ. Кәсіби орынның қарсылығына есептелмеген механизм құрғақ сырт еткен дыбыспен ашылды. Ұшақтың іші қараңғы еді. Леонид тез арада ұшқыштар кабинасына өтті. Мұнда бәрі оған таныс еді. Баранка тәріздес штурвалдар, тумблерлер қатарымен фосфорлы тілшелері бар аспаптардың цифрлаттары. Ол сол жақтағы командир орындығына отырды. Лагер жұмысынан қатайып кеткен саусақтары басқару панелінде өз биін бастады. Ол кабинаның жарығын жаққан жоқ. Шеберхананың күңгірт жарығына бейімделген жанары аспаптардың көрсеткіштерін сыртқы жарықтың шағылысуы арқылы оқуға мүмкіндік берді. Аккумуляторлар қосылды, гидрожүйедегі қысым қалыпты. Ол жанармай кранын ашып құю сорғысының тұтқасын айдай бастады. Швецовтың 9 цилиндрлі қозғалтқышының цилиндрлеріне бензин беру үшін 5 нақты қозғалыс жасады. Оң жақ қозғалтқыштың стартер түймесін басқан кезде ең қиын сәт туды. Электр моторы ұлыды. Инерциялық маховикті айналдыра отырып, Леонид секундтарды санады. 1, 2, 3. Ол магнитоны қосты, сонда құлақ тұндырарлық тарс еткен дыбыс шықты. Пайдаланылған газ түтігінен жалын атылып, винт 1-2 ауыр айналым жасағаннан кейін тұтас жарқыраған шеңберге айналды. Қозғалтқыштың ақыруы лагердің тыныштығын бұзды. Остапенко дереу сол жақ моторды да оталдырды. Енді Ли-2 өзінің бүкіл алюминий массасымен дірілдеп секіруге дайын тұрды. Леонид кабина терезесінен штаб ғимаратынан адамдардың жүгіріп шыға бастағанын көрді. Мұнарадағы сарбаздар Симонов карабиндерін оңтайлады, бірақ винттер көтерген қар тозаңы ұшақ айналасында тығыз перде құрады. Ол қозғалтқыштың қызуын күткен жоқ. Ол газ секторын 70-ға шығарды.
Ұшақ сілкініп, нығыздалған қардың үстімен алға жылжыды. Оқтар фюзеляжды тесе бастады. Леонид олардың дзиң, пау деген өзіне тән дыбыстарын естіді. Қорғасын дюралюминий қаптамаға кіргенде, бір оқ кабина әйнегін тесіп өтіп, оның бетіне ұсақ сынықтар шашылды, бірақ ол штурвалды бұрынғыдан да қаттырақ қысты. Оның есебі қарапайым еді. Ұшу жолағы 850 метрді құрайтын. Қазіргі желмен ұшаққа жерден ажырау үшін шамамен 550 метр қажет еді. Жылдамдық өсті. 90, 110, 130 км/сағ. Ұшақтың құйрығы көтеріліп, көкжиек теңесті. 150 белгісінде Леонид штурвалды өзіне қарай баяу тартты. Ол Ли 2-ның бір сәт белгісіздікте қатып қалып, содан кейін жерден жұмсақ ажырағанын сезді. Дәл сол секундта ол маңдайша кедергіні азайту үшін шассиді жинап алды. Ұшақ биіктік жинай бастап, төмен бұлттардың сұр тұманына сіңіп кетті. 20 секундтан кейін мұнаралар мен тікенек сымдары бар лагер шексіз тайга теңізіндегі кіп-кішкентай даққа айналып жоқ болды. Ұшудың алғашқы 30 минуты навигация мен арпалысқа толы болды. Леонидте ұшу картасы болған жоқ. Оның иелігінде тек 13 магнитті компасы мен бір жылдық тұтқында отырып жадына сақтап алған солтүстік Орал мен оған іргелес облыстардың картасы ғана болды. Ол қарағайлардың басына тиер-тимес болып 150 метр биіктікте ұшты. Бұл аймақтағы жабық қалалардың айналасында орналасуы мүмкін әуе қорғанысы күштерінің радиолокациялық станцияларының көру аймағынан тыс қалу үшін қажет еді. Ол өзі жоғалғаннан кейін 40 минуттан соң жақын маңдағы әскери аэродромнан МиГ-15 шойғыштары көкке көтерілетінін білді. Оның жалғыз одақтасы ауа райы, яғни төменгі жиегі 100 метр болатын тығыз бұлт қабаты еді. Басты қиындық жанармайда болды. Сол жақ бактағы көрсеткіштің тілшесі 120 литр белгісінде дірілдеп тұрды. Бұл ол есептегеннен әлдеқайда аз еді. Шамасы, Свердловскіден ұшар алдында ұшаққа жанармай толық құйылмаған. Леонид ойша маршрутты қайта есептей бастады. Оған Киров облысындағы белгілі бір квадратқа жету керек еді. Оның мәліметінше, сол жерде әуе қорғанысының 2 жауапкершілік аймағының шекарасы өтетін, және орман алқаптары ең тығыз болатын. Қашықтық шамамен 480 км. 240 км/сағ крейсерлік жылдамдықпен оған 2 сағат ұшу қажет болды. Жанармай қарсы соғатын желді есепке алмағанда, таптар есеппен ғана жететін еді. Кабина суый бастады. Сынған әйнектен кірген мұздай ауа ағыны бетті қарыды. Леонид тесікті жабу үшін шәлісін пайдаланды, бірақ бұл аз көмектесті. Оның қолдары үй бастады. Ол егер саусақтарының сезімталдығын жоғалтса, қону кезінде ұшақты басқара алмайтынын түсінді. Ол қолдарын кезек-кезек штурвалдан босатып, өз денесінің жылуымен жылыту үшін киімінің астына тыға бастады. Бұл қауіпті еді. Турбуленттілік кезінде ұшақ жан-жаққа теңселуі мүмкін еді, бірақ басқа амал болмады. Ол өзінің басты инженерлік жүйесі, өз миының жұмысқа қабілеттілігін сақтауы тиіс еді. 1 сағаттық ұшудан кейін оң жақ қозғалтқыш бірқалыпсыз жұмыс істей бастады. Цилиндр бас тиектерінің температурасы көтеріліп кетті. Леонид жағдайды бірден талдады. Мүмкін оқмай өткізгішті немесе салқындату дефлекторын зақымдаған шығар. Ол қозғалтқыштан айырылуға қақысы жоқ еді. Ол айналымды азайтып, артық жанармайдың булануы есебінен температураны төмендету үшін қоспаны аздап байытты. Мотордың жұмыс ырғағы теңелді, бірақ жылдамдық 190 км/сағ-қа дейін төмендеді. Бұл ауада болу уақытының ұзаратынын, ал жанармай қорының одан да тезірек таусылатынын білдірді. Осы сәтте оның санасы ракеталық шахталардың сол бір координаттарын қайта жаңғырта бастады. Моторлардың бір сарынды гуілінен есінен танып қалмау үшін, ол бұл сандарды дұға сияқты қайталай берді. 58 солтүстік ендік, 42 шығыс бойлық. Ол егер тайгаға құлап денесі табылмаса, бұл цифрлар онымен бірге өлетінін, және әлем қауіптен бейхабар күйде апатқа қарай бет ала беретінін түсінді. Бұл ой оған кез келген адреналиннен артық күш берді. Есептелген нүктеге дейін шамамен 30 км қалғанда сол жақ қозғалтқыш өшіп қалды. Алдымен ол қара түтін шығарып түшкірді, содан кейін винт-флюгерлік қалыпқа келіп, жай ғана тоқтап қалды. Жанармай таусылды. Ли 2 бірден солға қарай тартты.
Леонид бұрылып кету моментін толтыру, компенсациялау үшін оң жақ педальды бар күшімен басты. Енді ол зақымдалған бір ғана қозғалтқышпен ұшып келе жатты. Биіктік баяу төмендей бастады. 120-180. Ол алдағы орманның арасынан ашық жерді көрді. Бұл ұшу жолағы емес, ұсақ бұталар басқан және қар астында қалған ескі соқпақ жол, просека еді. Басқа таңдау болмады. Ол шаңғылар соққыға шыдайды деген үмітпен шассиді шығарды. Соқтығысу кезінде өрт шықпау үшін қалған қозғалтқыштың от алдыру жүйесін өшірді. Ли екі құлақ тұндырарлық шыңғырған дыбыспен қарға тиді. Ұшақ секіріп кетіп, сол жақ қанатымен қайынға соғылды. Оны шыр айналдырып жіберді. Леонид жердің тура өзіне қарай ұшып келе жатқанын көрді. Содан кейін қуатты соққы болып, тыныштық орнады. Ол бірнеше минуттан кейін есін жиды. Басы гуілдеп кетті. Жарылған маңдайынан аққан қан көзін жауып бара жатты. Бірақ ол тірі еді. Оның қашу жобасы келесі фазаға, жаяу аман қалу кезеңіне өтті. Ол қираған кабинадан сынған терезе арқылы шықты. Ли екі қар үстінде жараланған аңдай сұлап жатты. Леонид уақытының өте аз екенін білді. Бұлттар сейіле салысымен бұл аумақтың аспанында іздестіру ұшақтары пайда болады. Оған апат болған жерден мүмкіндігінше алысқа кету керек еді. Ол өзімен бірге алып үлгерген ұшқыш сөмкесінен картаны, спирт құйылған фляшканы және бір банка тушенканы шығарды. Оның алғашқы міндеті федералды трассаға жету болды. Ол компас арқылы бағытты анықтап, оңтүстік-батысқа қарай бет алды. Қар тізеден келетін өте терең еді. Әрбір қадам адам айтқысыз күш-жігерді талап етті. Ол асқан күш иесі, сверхчеловек емес еді. Лагер режимінен қажыған оның денесі мұндай жүктемеге қарсылық танытты. Әр шақырым сайын ол тоқтап, ағашқа сүйенетінде, пульсін санайтын. Егер жүрек соғысы минутына 140-тан асып кетсе, Леонид өзін 2 минут бойы қозғалмай тұруға мәжбүрлейтін. Бұл ресурстарды сақтап қалу үшін жасалған суық, есепті күрес еді. Кешке қарай ол орман жиегіне шықты, оның арғы жағында жол жатты. Бұл қарбалас трасса емес, ағаш таситын қарапайым қара жол еді. Ол бұталардың арасына жатып қозғалысты бақылады. 2 сағат ішінде небәрі 3 машина өтті. Оған ірі темір жол тораптарына қарай бара жатқан жүк көлігі керек еді. Ақыры ол тіркемесі бар ауыр КамАЗ 255 ағаш тасушы көлігін көрді. Көктайғақтың кесірінен машина баяу қозғалып келе жатты. Жүк көлігі оның жасырынған жерімен теңесе бергенде, Леонид жолға атып шығып, өзінің қазіргі күйіне қарамастан, таңқаларлық ептілікпен тіркеменің артқы жағына жабысты. Ол балқарағайдың дәу бөренелерінің арасына кіріп алды. Мұнда салыстырмалы түрде тыныш әрі құрғақ еді. Қуатты дизельдің гуілі ұйқы шақырды, бірақ ол өзіне ұйықтауға рұқсат бермеді. Оның жағдайында ұйықтау суықтан өлу деген сөз. Ол фляшкадағы спиртті пайдаланып, аяқ-қолын ысқылай бастады. Оның жоспары енді әрбір ірі тұрақтарда немесе қиылыстарда көлікті ауыстырып отыру болды. Ол мемлекеттік автоинспекция, ГАИ бекеттерінде ағаш тасушыларды сирек тексеретінін білетін, бірақ қауіп бәрібір сейілген жоқ. 3 сағаттан кейін жүк көлігі жол жиегіндегі шайхананың жанына тоқтады. Леонид тіркемеден ақырын сырғып түсіп, отын үйіндісінің артына тығылды. Ол жүргізушінің тоңған қолдарын ысқылап кабинадан шыққанын көрді. Остапенкоға әрі қарай баратын басқа көлік табу керек еді. Жақын жерде үсті брезентпен жабылған ЗИЛ-130 тұрды. Оның бүйірінде нан деп жазылғанымен, машинадан шыққан иіс онда картон қораптармен қандайда бір өнеркәсіптік тауарлар тасымалданып жатқанын аңғартты. Леонид ЗИЛ жүргізушісі шайханаға кіріп кеткенше күтіп, брезенттің астына сүңгіп кетті. Іші тар болғанымен, ағаш тасушыға қарағанда әлдеқайда жылы еді. Ол кузовтың ватин орамдарына толы екенін көрді. Бұл тағдырдың сыйы еді. Ол жұмсақ материалдың ішіне кіріп, өзінің айналасында кокон тәрізді пана жасап алды. Бұл импровизацияланған баспананың ішіндегі температура тез арада қолайлы 20 градусқа дейін көтерілді. Жылуға қанған ағзасы асталап ете бастады. Ол тушенканы пышағымен ашып, әрбір түйірін мұқият шайнап, салқын күйінде жеді. Бұл соңғы 12 сағаттағы алғашқы калориялар еді.
оның миы логистиканы талдауды тоқтатпады. Ол бұл зейілдің үлкен ықтималдықпен Горькийге немесе Ярославльге бара жатқанын білді. Бұл жасырынып қалу ең оңай болатын ірі индустриялық орталықтар еді, бірақ ол өзін іздеп жатқанын да түсінді. Ұшақтың ұрланғаны туралы хабарлама МВД мен МГБ барлық арналары арқылы таратылып үлгергені анық. Қалаға кіреберістерде күшейтілген патрульдер тұрады. Оған қалаға 10-15 кім қалғанда секіріп түсіп, кездесу орнына айналма жолдармен жету керек болды. Қиындық оның сыртқы келбетінде еді. Оның үстіндегі лагерь киімі мен азып тозған жүзі тым анық белгілер болатын. Оған басқа киім керек еді. Кузовтағы орамдардың арасынан ол жүк тиеушіге тиесілі болса керек, ескі жұмыс комбинезонын тауып алды. Ол кір, солидол дақтары бар еді, бірақ оған дәл керегі осы болатын. Ол киімін ауыстырып, өзінің ескі киімін орамдардың түбіне жасырып тастады. Енді ол кузовта заят болып тегін кетіп бара жатқан қарапайым жұмысшыға ұқсады. Ол 2 тәулікті осы режимде өткізді. Бір жүк көлігінен екіншісіне ауысып, брезент астында тығылып, қармен және кузовтардан табылған сирек тамақ қалдықтармен қоректенді. Оның денесі тұтастай ауру ошағына айналды. Аяқтары қан болғанша қажалды. Әрбір дем алған сайын кеудесі ашып ауыратын, бірақ оның ерік жігері мызғымады. Ол жолдың 4-тен 3 бөлігін өтіп қойғанын білетін. Эвакуациялық топпен кездесу нүктесіне 100 шақырымнан аз қалған еді. Бірде машина жанармай бекетіне тоқтағанда, ол жүргізушілердің әңгімесін естіді. Олардың бірі газет оқып отырып, дауыстап пікір білдірді. Киров түбіндегі ормандардан ұшақтың сынықтарын тауыпты. Ұшқышты таппаған. Бір диверсант дейді. Леонид тістерін шықырлатты, демек, олар оның қайда құлағанын біліп қойған. Іздеу аймағы тарылып барады. Енді оның жалғыз мүмкіндігі суыққандылық. Ол ешқандай оқыс қимыл жасамауы тиіс еді. Оның іс-әрекеті өзі жүрген әлеуметтік орта үшін мүлдем табиғи көрінуі керек болатын. Ол Горькийден 50 шақырым жердегі кішігірім кенттің шетінде жүк көлігінен түсіп қалды. Қалған қашықтықты негізгі жолдардан қашып, жаяу жүріп өтуі керек еді. Оның жолы егістіктер мен кішігірім тоғайлар арқылы өтті. Оның физикалық жағдайы өте нашар еді. Ол санасының тұмандана бастағанын сезді. Көз алдында түрлі түсті дақтар қалқып, құлағында толассыз шыңыл пайда болды. Ол өзін алыстағы нысандарға, ағашқа, электр бағанына, сарайдың шатырына қарауға және соларға қарай қадамын санап жүруге мәжбүрледі. 1, 2, 3. 111. Бұл адам мүмкіндігінің шегіндегі жолы еді. Оны тек инженер екендігі құтқарып қалды. Ол өз денесін жанармайы таусылған және подшипниктері тозған машина ретінде қабылдады. Ол егер жүктемені дұрыс бөлсе, машинаны резервті қуатта жұмыс істетуге болатынын білетін. Ол әр 2 сағат сайын демалып, омыртқаға түскен салмақты жеңілдету үшін қарға жататын және тыныс алу жаттығуларын жасайтын. Қашып келе жатқан 4-ші күннің кешінде ол темір жол станциясының шамдарын көрді. Бұл оның соңғы шебі еді. Осы маңда 2 шақырым радиуста кездесу белгіленген ескі, қараусыз қалған папкауыз қойма орналасқан болатын. Леонид маңдайындағы терін сүртіп тоқтады. Жүрегі іркіліспен соғып, қолдары дірілдеп тұрды, бірақ көзінде баяғы суық от әлі де жанып тұр еді. Ол ағаштардың көлеңкесінен ашық алаңға соңғы қадамын жасады. Ол өзін ондаған көз бақылап тұрғанын білді. Және сол көздердің ішінде ракета шахталарының координаттарын бүкіл әлем үшін қалқан болатын жерге жеткізуге көмектесетін жандардың да жанары болуы тиіс еді. Мен бұл оқиғаны талдай бастағанда алдымызда адам сенгісіз, физикалық мүмкіндіктердің шегіндегі сценарий тұрғанын мойындау керек екенін түсіндім. Сенімділік тұрғысынан ең күшті сәт H62 қозғалтқыштарының күйі. Паршенді радиалды моторды сыртқы жылу көзімен алдын ала жылытпай, 15 температурада іске қосу өмірде мүмкін емес. Май қою желімге айналып кетер еді. Алайда Ли 2-ның жаңа ғана қонғаны және қозғалтқыштардың ыстық күйінде қалғаны туралы деталь оның бірден оталуын толықтай негіздейді. Бұл өте маңызды нюанс. Ұшуға келетін болсақ, ауыр 2 моторлы машинаны жалғыз басқару, оның үстіне әбден қажыған адам үшін, бұл адам күшінің шегіндегі міндет.
Ли екі штурвал мен педальдарға үлкен физикалық күш салуды талап етеді, әсіресе бір қозғалтқыш істен шыққанда ұшақты бұрып әкететін қуатты күш пайда болады. Мұндай жағдайда бұлшықет массасы тапшы бола тұра ұшақты ұстап тұру, бұл жай ғана техника емес, нағыз ерік-жігер ерлігі. Төмен бұлттылық жағдайында 150 метр биіктікте ұшу картасынсыз навигация жасау, бұл нағыз суицид, себебі кез келген биіктікке немесе байланыс мұнарасына соғылу қаупі 100-ға дейін артады. Дегенмен төмен биіктікте ұшу, сол кездегі әуе қорғанысы күштерінің радарларынан жасырынудың әбден дұрыс тактикалық тәсілі. Фюзеляждың атыс қаруынан зақымдануы да өте шынайы. Ли 2 өте төзімді машина, егер басқару тетіктері үзілмесе, немесе жанармай бағы тесілмесе, ол ұшуын жалғастыра береді. Жалпы алғанда, оқиға инженерлік есеп пен голливудтық экшн арасындағы қылдай жіптің үстінде тұр. Бірақ дәл осы температуралық режимдер мен техникалық бөлшектерге назар аударуы оны кез келген авиация анықтамалығын ұстап көрген адам үшін өте тартымды әрі қорқынышты деңгейде шынайы етеді. Джон Спенсер Горкийден 50 шақырым жердегі кішігірім кенттің шетіндегі терең сугробта жатты. Оның сүген еріндерінен шыққан тынысы әрең білінетін бу еді. Бұл сәтте оның инженерлік санасы ұшу траекториясын емес, адам денесінің жылу жоғалтуының критикалық шегін есептеп, автономды жұмыс істеп тұрды. Ол қазіргі 18 температурада және 72 ылғалдылықта 30 айлық лагер рационнан таусылған оның тері астындағы май қоры тағы тура 5 сағат қозғалмай жатуға жететінін түсінді. Одан кейін гипотермияның қайтымсыз сатысы басталады. Ми ақпаратты кодтауды тоқтатады да, ракета шахталарының координаттары әлгі 58 солтүстік ендік пен 42 шығыс бойлық нейрондардың мағынасыз шуына айналады. Ол өзін тұруға мәжбүрледі. Бұл қаһарманның атып тұруы емес, тот басқан домкраттың жұмысына ұқсайтын баяғы шықырлаған процесс еді. Әрбір қимыл буындарында акустика маманы ретінде, ол деструктивті резонанс деп атаған дыбыспен жаңғырды. Джон қазір өзінің жобасындағы ең қауіпті кезеңде аралық инфильтрация фазасында тұрғанын білді. Ол енді құлаған ұшақтан шыққан елес емес еді, бірақ әлі көрінбейтін қала тұрғынына да айналмаған болатын. Оның үстіндегі комбинезонмен жабылса да, лагер киімінен әлі де хлордың, қарамайдың, дегот және үмітсіздіктің ерекше иісі шығып тұрды. Бұл иісті мұғымның кез келген патрулі 3 метрден ақ сезіп қоятын. Оған қалаға кіру керек еді, бірақ капитан Соколов Леонид Остапенконың суреттерімен күзет қойып үлгерген вокзал арқылы емес, өнеркәсіптік артерия арқылы кіруі тиіс еді. Джон Горкий автомобиль зауытына апаратын темір жол желісіне қарай бет алды. Ол пойыздардың ырғағын дыбыстық перде ретінде пайдаланып, жол бойымен жүріп отырды. Оның есебі дәл еді. Т-2 маневрлік тепловозының шуы 50 метр қашықтықта 90 қуаттылықта дыбыс шығарады. Бұл аяқ астындағы қардың сықырын және қашқынның ауыр тынысын толықтай жауып тастайды. Қиындық оның денесінің сыр бере бастауында еді. Жолдың 3-ші шақырымында сол жақ тізесі істен шықты, заклинило. Джон Болаттың суығы шалбарының матасынан бірден өткенін сезініп, рельстің үстіне отыра кетті. Ол дүрбелеңге салынбады. Қалтасынан темір кесетін араның сынығы мен шикі резеңке кесегін шығарды. Осы азғантай ресурстарды пайдалана отырып, ол буынның тек бір жазықтықта қозғалу үшін оны бекітіп, шина тәрізді нәрсе жасады. Бұл нағыз инженерлік шешім еді. Жүйенің жалпы функционалдығын сақтап қалу үшін оның бостандық дәрежесін шектеу. Таңғы сағат 3:00-де ол ірі темір жол торабының шетіне жетті. Мұнда құрықталу ықтималдығы жоғары аймақ басталды. Джон жарық бағандарының жұмысын бақылап, балдар үйіндісінің артына жатты. Ол прожекторлардың айналу периодын есептеп шығарды. Толық айналымға 45 секунд және ең шеткі нүктелерде 3 секундтық кідіріс. Осы 3 секунд оның жолдар мен пакауз арасындағы ашық кеңістікті кесіп өтуге деген жалғыз мүмкіндігі. Осы сәтте ол алғаш рет Соколовтың қатысуын сезінді. Бұл физикалық көру емес, аналитиктің кәсіби түйсігі болатын. Ол өзінен жарты шақырым жердегі перронда Қара Победа көлігінің тоқтағанын көрді. Одан ұзын бұлғары пальто киген адам шығып, күзет офицерлеріне бұрылып та қарамай, тура диспетчерлік мұнараға қарай бет алды. Джон Соколовтың қазір пойыздардың қозғалыс кестесін өзі сияқты талдап жатқанын білді. Капитан трафиктен аномалия іздеп жатты.
Артық жолаушы, артық салмақ немесе вагондарды тексеру кестесінің бұзылуы. Бұл екі логиканың қуғындау логикасы мен жоғалып кету логикасының шайқасы еді. Джон уақытының таусылып бара жатқанын түсінді, оған әлеуметтік статусын ауыстыру керек еді. Ол мұржасынан қою түтін шығып жатқан темір жолшылардың кішкене күркесін байқады. Бұл қауіпсіздік ережелерін бұзатын үлкен тәуекел еді. Бірақ оның биологиялық жүйесі калория талап етті. Ол есікке барып, ақырын қақты. Есікті махорка мен арзан шараптың иісі шығатын, үстінде майланған фуфайкасы бар қария ашты. «Уа, бауырым, қайдан келдің мұнша жүдеп?» деп сұрады қария керосин лампасының жарығынан көзін сығырайтып. «Орман кесуден келе жатырмын, әке. Попутқа мен жеттім, құжаттарым Горькийде күтіп тұр». Джонның дауысы қарлыққан еді, бірақ ол шетелдік акценттің ешбір белгісін қалдырмай, интонациясын мұқият бақылап тұрды. Қария ақымақ емес еді. Ол оның үсіген қолдарында тұңғиыққа қарап тұрған адамның жанарында көрді. Бірақ 1955 жылғы Кеңес одағында жүйеге қарсы тұрудың жазылмаған ынтымақтастық кодексі бар еді. Қария үндеместен оған қарақұмық ботқасының қалдығымен қатып қалған қара нанды жылжытты. Принстон түлегі әрі жоғары санатты агент Джон Спенсер үшін бұл ботқа ол бұрын-соңды алған ең құнды ресурс болды. 600 калория бұл тағы 4 сағаттық өмір. 3 грамм ақуыз бұл бұлшықеттердің жиырылуын жалғастыру мүмкіндігі. Тамақ ішіп отырып, ол айналасын талдады. Қабырғада 3 күн бұрынғы Правда газеті ілулі тұрды. Джон жасырын ақпаратты іздеп, тақырыптарды көзімен шолып шықты. Металлургтердің жетістіктері туралы мақаланың ішінен ол стратегиялық маңызы бар көлік тораптарында қырағылықты күшейту қажеттілігі туралы оғаш сөйлемді байқады. Бұл белгі еді. Жүйе оның орманда өлмегенін біліп қойды. Соколов іздеу моделін мәйітті іздеуден нысанды құрықтауға ауыстырған. «Балам, сен 5-ші жолмен бар», деді қария кенеттен оған қарамай. «Ол жерде қазір көмір тиелген құрам жасақталып жатыр. Ол Горькийге дейін тоқтаусыз барады. Тек перевода оны таразыға тартады. Сен таразыға жетпей секіріп кет, ол жерде терең сай бар, иттер иісіңді сезбейді». Джон қатып қалды. Бұл, сол кезде хат жазысу құқығынсыз 10 жылға кесілетін тікелей көмек еді. Ол басын изеді де үстелдің үстіне лагерде кереметтей сақтап қалған жалғыз құнды заты оттығын, зажигалка, қалдырып кетті. Бұл аман қалудың шынайы құнын түсінетін екі адамның арасындағы адал айырбас еді. Күркеден шыққанда Спенсер аяздың күшейгенін сезді. Температура 22-ға дейін төмендеген еді. Енді оның жоспары жүйенің өз энергиясын пайдалануға негізделді. Ол 812 құрамды тапты. Орасан зор вагон хопперлер антрацитпен, көмірмен толтырылған еді. Джон 38-ші вагонды таңдады. Неге 38-ші? Өйткені ол локомотивтен келетін акустикалық көлеңке аймағында болды, әрі кондуктор болуы мүмкін тежегіш алаңынан жеткілікті қашықтықта орналасты. Вагонға шыққанда ол жаңа техникалық мәселеге тап болды. Мұндай температурада көмір шаңы абразивті материалға айналып, тері тесіктерін бірден бітейді және шырышты қабықтардың қабынуын тудырады. Джон майкасын шешіп, бетін орап қарапайым, бірақ тиімді сүзгі, фильтр жасап алды. Ол денесінің суық металмен жанасу ауданын барынша азайту үшін көмір үйінділерінің арасындағы шұңқырға жатты. Ол термодинамикалық қалта принципін қолданды. Көмір суық болса да, белгілі бір жылу сыйымдылығына ие еді, және оны мұздай желден қорғады. Пойыздың 50 км/сағ жылдамдығында ол жел 40-қа тең салқындату эффектісін тудыратын. Пойыз қозғалды. Дөңгелектердің бірқалыпты соққысы минутына 68 соққы, оның жаңа пульсіне айналды. Келесі 6 сағат бойы Джон Спенсер иоктар терең транс, ал инженерлер минималды қуат тұтыну режимі деп атайтын күйде болды. Ол ағзаның барлық екінші дәрежелі функцияларын өшіріп тастады. Ол қорқыныш туралы ойлаған жоқ, өткені туралы ойлаған жоқ. Ол өз санасын мәліметтер қоймасына айналдырды. Ракета шахталарының координаттары, 400 маркалы бетонның сипаттамасы, оқтұмсықтың жою радиусы. Бұл мәліметтер оның сауыты еді. Алайда Перова станциясына жақындағанда жүйе қарымта соққы берді. Құрам баяулады, сонда Джон бұл уақытта естілмеуі тиіс дыбысты иттердің үргенін естіді.
Бұл жай ғана ауыл иттері емес еді. Бұл М-нің арнайы бөлімшесінен келген неміс овчаркалары болатын. Соколов Джон ойлағаннан да ақылды болып шықты. Ол барлық жолдарды жапқан жоқ, ресурстарды салмақ тексерудің негізгі нүктелеріне шоғырландырды. Джон егер вагонда қалса, таразы 82 к ауытқуды көрсететінін түсінді. 40 тонналық вагон үшін бұл мардымсыз цифр. Бірақ темір жол басқармасы мақтан тұтатын заманауи кеңестік таразылар үшін бұл байқалатын аномалия еді. Оған құрамнан кету керек болды. 25 градуста жүріп бара жатқан пойызбен секіру бұл физикалық лотерея еді. Джон пойыз күрт бұрылысқа кіріп, жылдамдығы 25 км/сағ дейін төмендеген сәтті күтті. Ол негізгі соққы киім қабаттарымен қорғалған иығымен жамбасына түсу үшін жиырылып, вагон ернеуінен ары аунап түсті. Ол 3 секундтай ауада ұшты. Оврактың қатып қалған жеріне соғылған соққының қаттылығы соншалық көзі қарауытып кетті. Оның траектория бойынша инженерлік есебі дұрыс болып шықты, бірақ ол беткейдің мұздануын ескермеген еді. Ол бұталарды сындырып, үстіне мұз үгінділерін жинап төмен қарай домалай берді. Оврактың түбіне тоқтағанда, ол шамамен 30 секунд бойы дем ала алмай қалды. Бұл диафрагманың түйілуі, шұғыл артық жүктемеге тән реакция. Қарда жатып, ол жоғарыда пойыздардың тоқтағанын естіді. Айдауылдардың айғайы мен етіктердің дүсірі естілді. Иттер дәл қасында ұлыды. Джон Спенсер жүйенің критикалық істен шығу сәті туғанын түсінді. Кинологтар сайға түскенше оның иелігінде тура 3 минуты бар еді. Ол қашқан жоқ. Терең қарда жүгіру ит бірден анықтайтын айқын із қалдырар еді. Оның орнына ол химия білімін пайдаланды. Қалтасында қария берген махорка салынған кішкене пакет бар еді. Ол оны айналасына шашып тастады да, зақымдалған тізесіндегі алапат ауруды жеңе отырып, ағысының қаттылығынан қатып үлгермеген жылғаға, ручей, қарай еңбектеді. Су мұздай еді. 2 минуттан кейін оның аяқтары ештеңені сезбей қалды. Бірақ су оның иісін жасырып қалды. Ол жылға боймен 100 метрдей еңбектеп барып, құлаған ағаштың астына кірді де, үстін дымқыл мүкпен қармен жауып тастады. Бұл мінсіз бүркемелеу, маскировка еді. Оның денесімен қоршаған орта арасындағы жылу контрасты өте аз болды, ал жоғарыдағы махорка иісі иттерді адастыруы тиіс еді. Ол патрульдің өзінен 10 метр жерден өткенін естіді. Соколовтың балағаттаған дауысын естіді, оның суық әрі өктем дауысын таныды. Ол алысқа кете алмайды, әр метрді сүзіп шығыңдар. Егер қалаға кіріп кетсе, оны ұстай алмаймыз, деп айғайлады капитан. Джон Спенсер мұздай суда жатып, осы сәтте оғаш бір қанағаттану сезімін сезінді. Оның жобасы жұмыс істеп тұрды. Ол бір ғана адам қажыған, жараланған жан алып мемлекеттік машинаны ресурс жұмсауға, жүйке жұқартуға және қателесуге мәжбүр етті. Бұл интеллекттің массадан үстем түсуі еді. Патруль 40 минуттан кейін кетті. Джон судан шықты. Оның киімі лезде мұз сауытқа айналды. Әрбір қимылы мұздың шығырлаған дыбысымен қатар жүрді. Ол аяқ қолының түпкілікті сүуіне дейін 15 минуттан аспайтын уақыты бар екенін түсінді. Оған жылу керек еді. Ол алдағы өнеркәсіптік аймақтың шамдарын көрді. Бұл кірпіш зауыты еді. Орасан зор күйдіру пештері тәулік бойы жұмыс істеп, орасан зор көлемдегі артық жылу энергиясын бөліп тұрды. Джон солай қарай бет алды. Ол ауа ағынының схемасын есептеу үшін жобалаушы дағдыларын пайдаланып, цехқа желдеткіш шахтасы арқылы кірді. Іште шамамен 30 градус жылу болды. Ол кептіру камерасының жоғарғы сөресіне, кірпіштер жылу беріп тұрған жерге шығып алды. Мұнда ол келесі 6 сағатты өткізді. Киімін кептірді, аяқтарын ысқылады және келесі кезеңді талдады. Горкиге дейін небәрі 15 км қалды. Бұл қашықтықты ол зауыт өнімін таситын кез келген жүк көлігінің кузовында өте алатын еді. Бірақ енді оның басты мәселесі күзет емес, өр жүзі еді. Ол аязда тым ұзақ болды. Терісі өзіне тән күрең түске боялып, көздері шүңірейіп кеткені сонша ол тірі өлікке, зомби, ұқсап қалды. Оған адам кейпіне ену керек еді. Жұмысшылардың тұрмыстық бөлмесінен ол сабын кесегі мен ескі айна тауып алды. Өзіне қарап отырып, Джон Спенсер өзі танымайтын адамды көрді.
Бұл агент Джон Спенсер де, инженер Леонид Остапенко да емес еді. Бұл аман қалудың отты қазанында соғылған жаратылыс болатын. Ол табылған ұстарамен жылу жүйесінің ыстық суын пайдаланып, ұқыптап қырынды. Шашын тарап, өзіне сапардан қайтып келе жатқан білікті маманның кейпін беруге тырысты. Таңғы сағат 8:00-де ол зауыттың бақылау өткізу пунктіне, проходная, шықты. Оның есебі тобыр психологиясына негізделді. Бұл уақытта ауысып жатты. Жүздеген адам екі бағытта да қозғалып жүрді. Джон осы ағынға қосылып кетті. Ол қолтығына бүктелген газетті қысып, бұл сауатты адамның атрибуты нық қадаммен жүріп өтті. Қақпада рұқсат қағаздарын еріншекпен тексеріп тұрған күзетші тұрды. Джон қолдан жасалған төлқұжатын шығарған жоқ. Ол тобырдың ішінен біреуді іздеп жүргендей кейіп танытып, ойдан шығарылған танысына қолын бұлғап, жай ғана өтіп кетті. Бұл нағыз әлеуметтік инженерия еді. Адамдар өзін соған құқығы бардай ұстайтын жандарға сенуге бейім. Ол Горкийге апаратын тас жолға шықты. Енді оның мақсаты соңғы миля еді. Ол Соколовтың оны қаладағы қонақ үйлер мен жалдамалы пәтерлерден іздейтінін білді. Бірақ Соколов Джонның қолында Мәскеудегі резидентурада білмейтін қауіпсіз үйдің мекенжайы бар екенін білмеді. Бұл мекенжайды ол Вашингтонда абсолютті резервтік нұсқа ретінде алған еді. Ол жолай келе жатқан ГАЗ-51 жүк көлігін тоқтатты. Жас көздері ойнақы жүргізуші жігіт Джонның қариядан айырбастап алған бір қорап папиросына оны ала кетуге келісті. «Қалаға көңіл көтеруге ме?» деп сұрады жүргізуші. «Туыстарыма» деп жауап берді Джон терезеден зымырап өтіп жатқан қарлы далаға қарап. Көріспегелі көп болып еді. Олар Горкийге автозауыт ауданы арқылы кірді. Қала оны станоктардың гуілімен және зауыт мұржаларының түтінімен қарсы алды. Кез келген басқа адам үшін бұл сұрқай, жайсыз кеңестік қала болып көрінер еді. Ал Джон Спенсер үшін бұл соңында бостандық күтіп тұрған лабиринт болатын. Ол өзін мәдениет паркінің қасына түсіріп кетуді өтінді. Мұнда ол жай ғана орындықта отырып, өтіп бара жатқан адамдарды бақылап, тағы 3 сағат өткізді. Оған соңында құйрық жоқ екеніне көз жеткізу керек еді. Ол 3 нүкте әдісін қолданды. Универмаг арқылы өтті, шаштаразға кірді және трамваймен 3 аялдама жүрді. Ешкім оған қызығушылық танытпады. Жүйе оның ізін Перово станциясындағы сайда жоғалтып алды. Соколов қазір, сірә оның мәйітін табудан үміттеніп, жылғаның бойын тінтіп жүрген шығар. Кешке қарай Джон қала шетіндегі ескі кірпіш үйге жақындады. Бұл Энгельс көшесіндегі 14-ші үй еді. Ұрланған Ли 2 мен ұшуға, пойыздан секіруге және жылғаның мұздай суына шыдаған оның жүрегі кенеттен сыр берді. Ол қорғасындай ауыр шаршауды сезінді. Оның жобасы шарықтау шегіне жетті. Ол үйдің қасындағы пакауыздың есігін қақты. 3 қысқа соққы, үзіліс, 2 ұзын соққы. Бұл ондаған жылдар бойы өзгермеген акустикалық код еді. Есіктің арғы жағынан қадамдар естілді. Джон Спенсер бойын тіктеп, пальтосының жағасын түзетті де, өзінің аңыз тарихының соңы және еліне қайтуының басы болатын сөзді айтуға дайындалды. Пакауздан шіріген ағаштың, ескі шүберектің, және тек бос бөлмелерде болатын қалып қойған суықтың иісі шығатын. Джон ішке ешқандай дыбыс шығармас үшін ілмектерін алдын ала техникалық маймен майлап қойған бүйірлік есік арқылы кірді. Іш қараңғы еді, бірақ оралдық шеберханалардың күңгірттігіне үйренген жанары арғы қабырғадағы адам сұлбасын бірден таныды. Бұл осы сәтті 5 жыл күткен тереңдегі агент, жолбасшы еді. «Сізде Куйбышев ГЭС-не арналған турбиналардың сызбалары бар ма?» деді сұлба қарлыққан, мүлдем үйреншікті дауыспен. «Турбиналар дайын, бірақ бетонның тұтқырлық коэффициентін қайта есептеу керек» деп жауап берді Джон. Бұл кездейсоқ айтылуы мүмкін емес техникалық терминдерден құралған пароль еді. Жолбасшы жақындап келді. Бұл кездескеннен кейін 1 секундтан соң ұмытып кететін, жүзі бар орта жастағы адам еді, шпион үшін мінсіз қасиет. Ол Джонға түйіншек ұсынды. Ішінде азаматтық киімдер, сапалы драп пальто, жүннен тоқылған шалбар, және ең бастысы темір жолшы инженер Алексей Николаевич Ивановтың атына жазылған төлқұжат болды. «Сіздің ұшақтан жоғалып кеткеніңіз Мәскеуде тектоникалық сілкініс тудырды», Джон деп сыбырлады жолбасшы, Спенсер киімін ауыстырып жатқанда.
Сізді трамвайда ұстаған әлгі капитан Соколов қазір құрықтау тобын басқарып отыр. Ол төлқұжаттағы тот баспайтын қапсырмалардың қылмыскердің қателігі емес, жоғары деңгейлі кәсіби маманның белгісі екенін түсінді. Енді олар қашқын зекті емес, нөмірі 1 мемлекеттік қылмыскерді іздеп жатты. Барлық жолдар жабық. Әрбір бекетте 3 патрульден кезекшілікте тұр. Джон пальто түймелерін қадап жатып, үйреншіксіз жұмсақ матаның қажыған денесіне тигенін сезінді. Оның инженерлік санасы ақпараттарды өңдеп үлгерді. Егер жолдар жабық болса, демек олармен жүру, тұзаққа түсу деген сөз. Жүйе оның азаматтық адамның логистикасын, пойыздарды, автобустарды, попуткаларды пайдаланатынын күтіп отыр. Бірақ жүйе оның КСРО теміржол құрылымын іштей жобалаушы ретінде білетінін ескермеді. Маған жолдар керек емес, деді Джон жолбашының көзіне қарап. Маған батысқа қарай бара жатқан тауарлық құрамдар керек. Көмір немесе руда тиелген құрамдар. Мұндай пойыздың салмағы 4000 тонна. Елдің бүкіл көлік артериясын коллапсқа ұшыратпай, мұндай пойызды әр бекетте толық тексеру үшін тоқтату мүмкін емес. Жолбасшы басын изеп, Джонға кішкене металл пенал берді. Онда теміржол тораптары туралы нақтыланған мәліметтері бар микроүлдірлер, микропленки жатты. Және ең бастысы, Джон лагердегі 2 жыл ішінде құпия құрылыстың жанама белгілерін талдау арқылы мінсіз деңгейге жеткізген ракета шахталарының координаттары бар еді. 58 солтүстік ендік, 42 шығыс бойлық. Бұл цифрлар енді жай ғана ақпарат емес, оның өмірі еді. Олар Пакауздан 40 минуттан кейін шықты. Джон буындарының сырқырағанына қарамастан нық қимылдады. Оның аман қалу жобасы динамикалық бүркемелеу фазасына өтті. Олар теміржол маневрлерінің ырғағымен қозғалып, жолдарды кесіп өтті. Джон адам көзі үйреншікті ырғақты бұзатын қозғалысты жақсырақ байқайтынын білетін. Сондықтан ол тығылмай ауысыма аяқталған шаршаған жұмысшының жүрісін салып жүріп отырды. Жолда 812 құрам тұрды. Күзбастан көмір тиеген 60 вагон хопперден тұратын ұзын тізбек. Бұл пойыз Мәскеу арқылы транзитпен Брестке қарай бет алған еді. Джон басты вагондардан бастап санағанда 40-шы вагонды таңдады. Бұл техникалық есеп еді. Шұғыл тежеу кезінде, дәл құрамның ортасында іліністерге түсетін динамикалық жүктеме ең аз болады. Бұл оның тығылған жерінен ұшып кету қаупін азайтатын. Джон тежегіш алаңына шықты. Мұнда болат қораптың қалқасында ол бірнеше сағат өткізе алатын еді. Көмір шаңы тері тесіктерін лезде толтырып, оның жүзін қара маскаға айналдырды. Бұл парадоксалды түрде оның бүркемесін күшейтті. Сағат 23:45-те құрам сілкініп, іліністердің құлақ тұндырарлық шыңғырған дыбысы естілді. Бұл дыбыс Джон үшін финалдық актінің басталу белгісі еді. 4000 тонна болат баяу қозғалысқа келді. Мәскеуге дейінгі жол 12 сағатқа созылды. Бұл терең ішкі талдау мен физикалық азаптың уақыты болды. Рельс түйіскен жерлердегі вагонның дірілі омыртқаға балғамен ұрғандай әсер ететін. Джон түйісулерді санады. 40 сағ жылдамдықта минутына 62 соққы. Бұл оның бостандығының метрономы еді. Ол Вирджиниядағы жаттығуларын есіне алды. Онда оларды орманда аман қалуға үйреткен еді. Бірақ ешкім кеңестік индустриалды машинаның болат құрсағында қалай аман қалуды үйретпеген болатын. Қиындық Мәскеуде құрамның Перово сұрыптау станциясынан өтуі тиіс екендігінде еді. Бұл ең қауіпті жер болатын. Иттері бар күзет әр пойызда айналып шығатын. Джон егер жел дұрыс бағытта соқса, қызметтік овчарка адам иісін 50 метрден сезе алатынын білді. Оның инженерлік шешімі көмір шаңы болды. Ол киімін алдын ала солярка сіңген шүберекпен ысқылап алып, хоппердің бұрышындағы көмірдің ішіне көміліп алды. Мұнай өнімдерінің өткір иісі иттердің рецепторларын бітеуі тиіс еді. Пойыз Перовода тоқтағанда Джон жүк бөлшегіне айналып қатып қалды. Ол күзетшілердің етіктерінің астындағы қиыршық тастың сықырын естіді. Иттің жиілеген тынысымен қарғыбауының шыңғырын естіді. Сарбаздардың бірі мылтық сүңгісімен, штік оның вагонының бүйірін ұрды. Дыбыс бәсең шықты, көмір резонансты басып тастады. Мұнда бос екен, әрі қарай кеттік деген дауыс естілді жоғарыдан. Бұл 3 сөз Джон үшін 1 жылдық өміріне татитын еді. Оның жүрегі минутына 150 соққы жиілігімен соғып тұрды, бірақ ол қозғалған жоқ. Құрам Мәскеуде 4 сағат тұрды.
Осы уақыт ішінде Джон өз жағдайына толық ревизия жасады. Сол аяғы ыңғайсыз қалыптан қан айналымы бұзылып, сезімталдығын жоғалта бастады. Ол көмірдің қозғалысын байқатпау үшін изометриялық жиырылу әдісін қолданып, бұлшықеттерін абайлап уқалай бастады. Мәскеу белдеуінен кейін олар батысқа, шекараға қарай бет алды. Терезе сыртындағы көрініс өзгерді. Тайга Белоруссияның аралас ормандарына ауысты. Джон Брестте оны қабырға күтіп тұрғанын түсінді. Шекара жай ғана картадағы сызық емес еді. Ол, тікенек сымдардан, миналанған алаңдардан және жыртылған жер жолағынан тұратын күрделі инженерлік құрылым болатын. Одан заңды түрде өту мүмкін емес еді. Оның жоспары шекараға 40 км қалғанда пойыздан түсіп қалып, өтуді қамтамасыз ететін басқа ұйқыдағы топпен байланысқа шығу болды. Барановичи станциясының жанындағы күрт бұрылыста пойыз баяулағанда, Джон 20 км/сағ жылдамдықта секіріп кетті. Секіру қауіпті еді. Ол өткір қиыршық тас басқан беткейге құлады. Пальтосы жыртылып, алақандары қан жоса болды, бірақ сүйектері аман қалды. Бұл физика заңдылықтарын білумен бекітілген сәттілік еді. Ол бірден орманға кіріп, қандағаштың қалың бұталарының арасына жасырынды. Енді ол үйіне бара жатқан Джон Спенсер еді. Рандеву, кездесу нүктесіне 38 шақырым қалды. Оның физикалық ресурсы сарқылуға жақын еді. Аяқтары ісіп кетті. Әрбір қадам тізесінде өткір ауру тудыратын, бірақ оның миы шешімдер шығаруды жалғастыра берді. Ол темір жолға параллель жатқан ескі аңшылық соқпағын тапты. Бұл оңтайлы жол еді. Бағытты бағдарлауға мүмкіндік беретін әрі жолдағы патрульдерден жасыратын. 8 сағаттық марштан кейін Джон сигналдық шамдарды, фонардың 2 қысқа және 1 ұзын жарқылын көрді. Бұл оның байланысы еді. Бұл Джон лагерді қалай жек көрсе, жүйені солай жек көретін жас жігіт, жергілікті орманшы еді. Сізді барлық жерден іздеп жатыр деді, орманшы Джонға ыстық шай құйылған фляганы беріп жатып. Капитан Соколов Брестке арнайы топты жіберді. Олар сіздің батысқа қарай келе жатқаныңызды біледі. Олар бұрын соңды адам ізі болмаған жерлердің өзіне құпия бекеттер қойды. Джон бойына жылудың баяу тарағанын сезініп, шай ішті. Оның инженерлік санасы дереу схеманы қайта құрды. Егер оны батыста күтіп отырса, демек ол қашу логикасына қайшы келетін әрекет жасауы тиіс. Ол шекараға ең қатты күзетілетін жерден, жүйе өзін қол жетпестеп санайтындықтан жұмыс алгоритмдері болжамды болатын тұстан жақындауы керек. Осы сектордағы шекараның ең нығайтылған бөлігі қай жерде? Деп сұрады Джон. Батыс Буг арқылы өтетін темір жол көпірі деп жауап берді орманшы. Ол жерде прожекторлар, иттер, пулемет ұялары және қос периметр бар. Сау ақылы бар адам ол жаққа бармайды. Демек, біз дәл солай барамыз деп кесіп айтты Джон. Оның есебі ол технологиялық өзіне сенімділік деп атаған құбылысқа негізделген еді. Көпір күзеті өздерінің аспаптарына, діріл датчиктеріне және прожекторларының мінсіздігіне сенетін. Джон сол кездегі діріл датчиктерінің сезімталдық шегі ірі жануардың немесе адамның салмағына бапталғанын білетін. Егер дене салмағын үлкен аумаққа бөліп және өтіп бара жатқан пойызбен резонанста қозғалса, датчиктер оны құрамнан келетін кедергі ретінде қабылдайды. Олар көпірге таңғы сағат 3:00-де жақындады. Джон орманшы тауып берген темір жол жұмысшысының формасын киіп алды. Қолында ауыр гайка кілті мен фонар, жол тексерушінің атрибуттары болды. Бұл оның финалдық бүркемесі еді. Ол прожекторлардан тығылған жоқ. Керісінше, рельс бекіткіштерін әдеттегідей тексеріп жүргендей кейіп танытып, олардың жарығында жүріп отырды. Бұл психологиялық дуэль еді. Джон мұнарадағы қарауылдың оған жарық сәулесін еріншекпен бағыттап тұрғанын көрді. Осы сәтте Спенсердің өмірі қыл үстінде тұрды. Егер қарауыл құжат тексеруді ұйғарса, бәрі бітер еді. Бірақ Джонның есебі дәл шықты. Ауысым соңындағы таңғы сағат 3:00-де адам көзі нысанды емес, функцияны көреді. Ол өз жұмысын істеп жүрген жол тексерушіні көрді. Көпірге кезекті тауарлық құрам кіргенде, Джон оның күрсілін пайдаланып, көпір төсемінің астындағы техникалық фермаларға түсіп кетті. Бұл болат пен тойтармалардан, заклепки, тұратын өте күрделі инженерлік құрылым еді.
Джон Буктың мұздай суынан 10 метр биіктіктегі арқалықтардың балки бойымен қозғалды. Төбесіндегі пойыздың дірілі соншалықты қатты болды, оған сүйектері қазір күл болып шашылып кететіндей көрінді. Бірақ ол шыдады. Ол ең сенімді тірек нүктелерін табу үшін металл конструкцияларының түйісуі туралы білімін пайдаланды. Көпір фермалармен өту 40 минутқа созылды. Бұл Джон Спенсердің өміріндегі ең ұзақ 40 минут еді. Арғы бетте оны ешкімге тиесілі емес жер, Польша шекарасына дейінгі 500 метрлік жолақ күтіп тұрды. 1955 жылы Польша сотблоктың мүшесі болғанымен, ол жердегі бақылау әлдеқайда әлсіз еді. Оның мақсаты поляк жағындағы ескі кірпіш зауытында күтіп тұрған эвакуациялық топ болатын. Ол көпір фермаларынан арғы беттегі қалың бұталарға секіріп түсті. Оның қолдары суық болаттан қан жоса болып сыдырылып кеткен еді, бірақ ол ауруды сезбеді. Ол жүгірді. Қажыған денесінің наразылығына қарамастан өмірінде ешқашан жүгірмегендей жүгірді. 15 минуттан кейін ол кірпіш зауытының қабырғасына жетті. Ол жерде оны азаматтық киімдегі 3 адам күтіп тұрды. Олар сұрақ қойған жоқ. Бірі оның пульсі мен көз қарашықтарын тез тексерді, екіншісі микроүлдірлері бар металл пеналды алды. «Үйіңізге қош келдіңіз, мистер Спенсер», деді олардың бірі таза ағылшын тілінде, жеңіл бостондық акцентпен. Джон суық бетон еденге отыра кетті. Оның жобасы аяқталды. Ол ракета шахталарының координаттарын жеткізді. Ол өзін мінсіз деп санайтын жүйені алдап соқты. Ол капитан Соколовты, 42 лагерді және кеңістік пен уақыттың физикасын жеңіп шықты. 2 күннен кейін Джон Спенсер Франкфуртқа қарай ұшып бара жатқан әскери транспорттық ұшақтың бортында болды. Ол иллюминатордан қанатының астында қалып бара жатқан шығыс Еуропа жеріне қарап отырып, өзінің қашуы асқан адамдық күштің емес, инженерлік ойлаудың жемісі екенін ойлады. Ол адамды басып жаншуға арналған кез келген жүйенің өз критикалық кернеу нүктелері болатынын дәлелдеді. Және егер сен сол нүктелердің қайда екенін білсең, кез келген түрмені, тіпті ол түрме құрлықтың 1/6 бөлігін алып жатса да талқандай аласың. Оның мәліметтері ақш-қа өз стратегиясын түзетуге және кенеттен болатын ядролық соққыдан аман қалуға мүмкіндік берді. Джон Спенсер қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесші болып жұмыс істеп, ұзақ ғұмыр кешті. Бірақ өмірінің соңына дейін темір жол іліністерінің шыңғырын естігенде, немесе тот баспайтын болаттың жылтырын көргенде селк ете түсетін. Ол адам өмірі төліп жаттағы қапсырмадан да жеңіл өлшенетін әлемдегі әрбір секундтың құнын білетін. Бірақ оның ерік жігері империяның барлық көпірлерінің барлық фермаларынан да ауыр еді. Достар, бұл оқиғаны қорытындылай келе, мынаны айтуым керек. Алдымызда жай ғана шпиондық экшн емес, инженерлік ойлауға арналған нағыз гимн тұр. Реализм тұрғысынан автор техникалық бөлшектермен көркемдік қиялды шебер теңестіре білген. Егер Ли 2-ның ыстық қозғалтқыштарын іске қосу, шынайылықтың жоғарғы пилотажы болса, ал 60 тонналық вагондағы артық 80 кг-ді анықтау сюжетті шиеленістіру үшін айтылған әсірелеу, себебі бұл көмір ылғалдылығының әдеттегі қателігіне, погрешность, жатады. Дегенмен психологиялық дәлдік, Спенсердің жұмысшылар тобырына сіңіп кетуі және әлеуметтік инженерияны қолдануы оқиғаны өте сенімді етеді. Бұл алып жүйеге қарсы шайқаста дөрекі күш емес, есептің дәлдігі, материалдар физикасын білу және суыққандылық жеңетіннің тамаша көрінісі. Спенсер дәлелдегендей, сана бұл адам арсеналындағы ең қауіпті құрал.